Shri Srimadachi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jan Tanu G'ilimining avtori turali ағылшын тілінен қазақшалауым 10 Navruz 2021 yıl. Туған атым Ержан Ильясұлы, руханиятым Ратеш Ямадаса. Автор туралы 1896 жылы Индияның Калкутта шаһарында дүниеге келген Shri Srimadachi Bhaktivedanta Swami Prabhupada рухани ұстазы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами мен алғаш рет 1922 жылы Калкуттада кездескен. Көрнекті ғалым әрі 64 Гаудия Матаның Веда қоғамының негізін қалаушы Бхактисиддханта Сарасвати білімді жігітті бірден ұнатып, бүкіл өміріңді Веда білімін таратуға арнады биландырған соң, бүкіл өміріңді Веда білімін ағылшын тілінде таратуға арна деп айландырған соң, 11 жылдан кейін 1933 жылы ресми шәкірттікке бағышталған Шрила Прабхупаданың рухани ұстазына айналды. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такурамен алғаш кездескенде Веда білімін ағылшын тілінде таратуын өтінгеннен кейін Гаудия Матха ісіне белсене атсалысып, Бхагавад-гитаға түсіндірме жазған Шрила Прабхупаданың 1944 жылы шығара бастаған Back to God Kit Құдайға қайтар алу журналын бүгінде шәкірттері 50 тілге аударуда, 50 тілде шығарады. 1947 жылы философиялық білімі мен Құдайға берілуін мойындаған Гаудия Вайшнава институты Шрила Прабхупадаға аса мәртебелі Бхактивиданта лауазымын тағып марапаттады. 1950 жылы 54 жасында бүкіл өмірін ғылыми зерттеулермен жазуға арнау мақсатымен Шрила Прабхупада жаниял өмірін тәрк етіп Ванапрасқа сатысына өтті. Киелі Вриндавана шаһарына қоныстанып, әйгілі бір Радха Дамодара храмында өте жұпыны ғұмыр кешті. Бірнеше жыл бойы ғылыми зерттеулермен жазуға бүтіндей берілген ол 1959 жылы дүниені тәрк етіп, саньяса сатысына өтіп, сол Радха Дамодара храмында ең үздік 18,000 өлеңнен тұратын көп томды Шримад Бхагаватамды, Бхагавата Пурананы санскрит тілінен аударып түсіндірме жаза бастады. Қолжазбаларын жазу машинкасына теру, түпнұсқамен салыстыру, тексеру, түзету, басып шығару, тарату істерінің бәрін жалғыз өз атқарған Шрила Прабхупада басқа планеталарға оңай саяхат деген кітапшасында сонда жазды. 1965 жылы рухани ұстаздың миссиясын орындау мақсатымен Шримад Бхагаватамның бірінші жырының 3 томын басып шығарған соң, ақш-қа аттанған Шрила Прабхупада кейіннен Веда философиясына 60 томнан астам аудармалар мен түсіндірмелерін және шолу очерктерін жазды. 1965 жылы 17 қыркүйекте жүк кемесімен Нью-Йоркке келіп жеткен соң, күнкөріске қажет шетелдік ақшасы болмаған Шрила Прабхупада ақш-та бір жылдай тұрып, талай қиыншылықтарға төтеп беріп, 1966 жылы шілде айында халықаралық Кришна тану қоғамын ISKCON-ды құрды. 1977 жылы 14 қарашада бұл өмірден өткенде іргетасын қалап кеткен қоғамы жүздеген ашрама, мектеп, институт, храм, ауыл шаруашылық ферма қауымдары сияқтыларды құрайтын дүниежүзілік конфедерация бірлестігіне дейін өсіп, қанатын кең жайды. 1968 жылы ақш-тың батыс Вирджиния штатында Нью-Вриндавана ауыл шаруашылық фермасын ашқан оның жетістіктері мен жігерленген шәкірттері құрама штаттары мен басқа елдерде де осындай ауыл шаруашылық фермаларын ашуда. 1972 жылы Далласта Гурукула мектебін ашып, батыста бастауыш және орта білім беретін Веда жүйесін енгізген Шрила Прабхупаданы үлгі тұта отырып, шәкірттері дүние жүзінде балалар мектептерін ашуда. ISKCON-ның білім беру жүйесінің екі басты орталықтары Индияның Вриндавана мен Майяпур шаһарларында шоғырланған. Шрила Прабхупада Индияда бірнеше ірі халықаралық мәдени орталықтар салуға шабыттандырды. Батыс Бенгалиядағы Шридхама Майяпурдың айналасына зор рухани шаһар салынуда. Вриндаванада сәулетті Кришна Баларама храмы, Шрила Прабхупаданың мемориалы мен мұражайы, Гурукула мектебі және халықаралық қонақ үй салынды. Мумбай, Нью-Дели, Ахмедабад, Уджайн, Барода, Силигури сияқты ірі шаһарларда ашылған ISKCON-ның маңызды мәдени ағарту орталықтары мен храмдары Индияның басқа шаһарларында да жоспарлануда. Алайда Шрила Прабхупаданың адамзатқа істелген үлесінің ең маңыздысы кітаптары. Беделділігін, терең мәнділігін және айдан анық түсініктілігін ғалымдар жоғары бағалаған Шрила Прабхупаданың кітаптарын көптеген колледждер мен университеттер оқулық ретінде қолданады.
Veda filosofiyasini chiqaradigan alamdagi eng iri Bhaktivedanta Bhaktirat basbasi 1972 qurilgan. 1972 qurilgan. Veda filosofiyasining eng iri Bhaktivedanta Bhaktirat basbasi Shila Prabhupadaning kitoblarini alamning 90 tiline avdaruda. Qartayganına qaramasdan 6 kontinentin barında leksiya o'qib, nebari 12 yil ichida alamda 14 ret charlab chiqqan ol boshqa жұмыстары boshidan osib жатса-da, kitob yozuvini to'xtovsiz jalg'ashtira berdi. Shila Prabhupadaning shiormalari Veda filosofiyasining dinining adabiyati men madaniyatining nag'is ensiklopediyasini quraydi.